Ассалаумағалейкум бағбандар. Бүгін сәуірдің 29-шысы. Сайын елді мекені 5-ші квартал. Әкемнің жер учаскесі. Талсуарға келдім. Яғни Талсуарда болдым. Мына жерде қатарда тұрған 1-ші және 2-ші қатар. Жүзім түбі, жүзім талы. Жаңа кішкене бір жіппен байлағандай болған, лақпат көбісі. Бұйырса жаңа жіп әкеліп, дұрыстап бекітіп байлау керек. Себебі бұрынғы жіптер күнге жерініп жүріп кеткен қандарасы бар. Так, талдарды суардым. Алдымызда 2 қой. Тағы да басқа жемістер. Барлық талдарды молынан толтырып құйдым. Мына жерді жырттым, қопардым. Шөптерді деген сияқты. Сонымен қатар мына жаққа келген кезде шлангымен су құйған кезде сразу ішіндегі жаңағыдай шығып жатқан шөптерді, арам шөптерді алып тастадым. Мына жерде судың деңгейі қай жерге дейін құйылған көрініп тұр. Молынан құйылды. Мына жер бұйырса қызғанақ, баклажан, кабачки сияқты нәрселер егеміз. Бірақ уақытым болған жоқ. Бұйырса інім Ақтөбеден келген соң жұмыстан атсалай бұйырса. Так, талдарды бұйырса келесіде алып көрік. Кесетін нәрселер өспей қалған дәнектерді, талдарды, бұтақтарды кесіп тастау керек. Осыдан шығын. Мына көріп тұрғандай талдардың барлығын суарып шықтым. Мына жерлерді тазаладым, қопардым деген сияқты. Көріп тұрғаныңыздай видео отчет әкемен жіберем. Түпкі жердегі де осы жерге де суды молынан құйдым. Жалпы осындай сияқты өспей алған төрт тал орны бар. Бұйырса оған жаңадан 4 тал алу керек. Мына суды молынан құйдым. Әлі жайлап асықпай тарап сіңіп жатыр. Бұйырса мына жаққа кардом әкелу керек. Кардом әкелгесін айналасынан жайып суды ылғалды ұстап тұратындай қылу керек. Мына жақта енді біздің Маңғыстау елді мекенінде Маңғыстауда күн ыстық қой енді. Жерді сразу кептіріп жүреді. Соны сақтап қалу үшін кардом әкелу. Мына жерде ана тал ағашы бар. Мынау жер телімі, жер учаскесі фундамент қойып тұр. Так, осындай. Бұйырса алдағы уақытта келемін. Бүгін дүйсенбі Талсуардым. Қопардым, жерді жырттым деген сияқты. Аман шықты, сау болыңыздар. Мен ауылыма үйіме қайттым. Мына біздің зал, кіріп келген жер, ас бөлме, анау гараж. Осындай жер участкі. Теңіз айтпақшы көрініп тұр. Қасымызда көршіміз Гүлзира апамен тағы деген. Жақсы, аман сау болыңыздар. Жақсы күнде қауышқанша.